Жүз аурудың дауасы, жанға қуат дертке шипа болатын жалбыз туралы айтамын. Жалбызды білмейтін адам жоқ шығар. Қазақстанда кездесетін ерінгүлдер тұқымдас көп жылдық өсімдік. Өзен мен көл жағаларында, тау баурайында, шабындықтар мен бақшаларда кездесетін оның құрамында адам ағзасына пайдалы заттар мол. Шипалы дәруменге бай, жұпар иісті шөптің түсі көбіне жасыл, сарғылт, сұр және күлгін келеді. Отаны Англия саналатын өсімдікті сол жақтан Европа континентіне, одан Азия мен Америка елдеріне жеткізген дейді. Жер бетінде 3500-ге жуық түрі өсетін болса, маусым мен шілде айларының аралығында гүлдейтін жалбыздың еліміздің территориясында шамамен 10 түрі кездеседі. Жүз аурудың дауасы болған жалбыз суармалы жерлер, өзен, көл, бұлақ маңында, шалғындықтар мен тоғайларда, арық бойында өсетін дала жалбызын сабынның иісін жақсарту үшін пайдаланады. Дәрілік маңызға да ерекше. Жалбыздың дәрілік пайдасы көшпенді тұрмыспен бірге медицинасында кеңінен дәлелденген. Вирустық ауруларды жоюға таптырмас дауасы болған тұнбаны тұтыну кең тараған тыныс жолдары, тіс, жүрек, тамыр, бүйрек, іш, асқазан, бауыр, өт қабының қабынуы, суық тию, дауыстың қарлығуын, жөтел ауруларынан айықтыратыны дәлелденген. Сондай-ақ тырыспа, бронхтар, өкпе, қуықтың қабынуы, жүйке бұзылыстарын, шаршағанды басуға септігін тигізеді. Тәбетті ашып ағзаны тазалайтын антисептик ретінде пайдалануға таптырмас құрал. Жалбызды тұндырып, ауыз қуысын шаюға болады. Суық тиген уақытта сүтке қайнатып ішіп емдеген. 2 қасығын араластырып, күніне 1 шай қасықтан 3 рет 2 ай ішсе, жүрек ауруының бәріне ем. Сондай-ақ оны бүйрек пен бауыр және өт жолының қабынуына қарсы қолданады. Жалбыз ұнтағының бал орнына сары майға араластырып қолданса, демікпе сырқатын жазып, өкпенің тыныс алу жолдарын тазартады. Қарлыққан дауысты, булыққан жөтелді ашады. Тершең адам жалбыздың кепкен жапырағын ыстық суға бұқтырып демдеп жатар алдында жарты стакан ішіп, ал аяғының иісі барлар сол суға 3 мезгіл аяғын жуып жүрсе, бұл жағымсыз иістен арылады. Ал соңғы кездері жалбыз тұнбасын, іштің кебуін басатын, бойға күш қуат беретін, несеп жүргізіп, қуықтың қабынуын жазатын дәрі ретінде қолдануға болады. Сонымен қатар жалбызды басқа дәрілік шөптерге қосып өкпе туберкулезбен де емдей бастады. Еті тілініп кеткен жарақатқа, қотырларға жалбыз тұнбасын таңып тастаса тез жазылады. Көз қызарып, ісінгенде, ерінге ұшық шыққанда 10 грамм жалбызды суға қайнатып күніне 2 рет ішеді. Жалбыздың улы бөлігі де кездеседі, дегенмен ең алдымен маманмен кеңескен дұрыс. Сондай-ақ жалбыз қосылған шайды қан қысымы жоғары адамдарға және 6 жасқа толмаған балаларға ішуге болмайды. Жалбыз бас ауруын жазады және ұйқыны қалыпқа келтіреді.